Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ауызашарға арналған дастарханның мәзірімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепттердің жасалу жолы жеңіл және дәмді шығады. Ағзаға еш зияны жоқ тағамдар. Сол себепті міндетті түрде жасаңыздар және комментарияға пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі мәзірде ыстық тағам картоп пен тауық қанаттарынан және де 2 салат, 2 десерт және шиеден компот кіреді. Бұның барлығының жасалу жолы өте жеңіл. Ең алдымен компотты дайындаймыз, ол суып тұрады. Менде тоңазытқышта сақталған шие. Осы шиені 4 литр суға саламын. Осындай суық мұздалған күйінде және бір бұрқ еткеннен кейін мен 250 грамм қант саламын. Келесі жеңіл десертті дайындап қоямыз. Ол үшін бізге ешқандай духовканың қажеті емес, миксердің қажеті жоқ. Бізге қажеті ыстық су, кофе, қант, қайнаған су болу міндетті түрде жақсылап араластырамыз да қойып қоямыз. Келесі пряник, болмаса кез келген печенье қолдансаңыз болады. Мен пряник қолдандым, оны осылай ортасынан бөлемін. Келесі 2 бананды тазалаймын және оны тураймын. Қаймақ және қант. Оны араластырамыз. Бұл бізде крем. Ал енді десертті дайындай берсек болады. Ең бірінші пряникті қолданамын. Оны кофеге саламыз. Және осылай ең бірінші қабатын жасайсыз. Одан кейін бетіне кремін. Одан кейін бананды саламыз. Бананды жан-жақтарына да жасап қойдым. Сырт көзден әдемі көріну үшін әрине. Және дәмді де болады. Келесі қайтадан пряник қоямыз. Және оның үстіне қайтадан крем, солай жалғаса береді. Бұл порционный десерт қып жасасаңыз да болады. Және бетіне пряниктерді ұсақтап осылай сеуіп қойдым. Дәмі өте керемет шығады. Келесі бізде осындай әдемі корзинада салат және жасалу жолы тағы да жеңіл айта кетейін. Осындай лавашты аламыз да 4 бұрышты ғып, теңдей 4 бұрышты ғып тураймыз. Кесіп аламыз дейміз ба. Одан кейін бір жұмыртқаны дайындаймын. Және осындай форма қажет болады. Себебі осының ішіне салып, біз бір кептіріп алуымыз қажет болады. 4 бұрышты лавашты аламыз және ортасына жұмыртқаны жағамын. Және келесін тура осылай қылып бірінің үстіне бірін қоямын. Және оны осындай формаға салып, алдын ала қыздырылып тұрған духовкада 180 градуста 7-8 минутта бір кептіріп аламын. Оған дейін ішіндегі салатты дайындай береміз. Оған қиярды 4 бұрыштап тұрау қажет. Және 2 жұмыртқа пісіп дайын тұру керек. Оны да 4 бұрыштап тураймыз. Укропты, крабовые палочки қолдансаңыз болады. Жалпы, егер жоқ болған жағдайда, бұны кез келген
жеміспен ауыстырсаңыз болады, груша, болмаса алмамен дәмі жақсы шығады. Ал енді барлығын араластыра берсек болады. Ол үшін мен майонездің орнына қаймақ қолдандым, кішкене тұз, бұрыш және барлығын жақсылап араластырамыз. Салатты араластырып болғанға дейін духовкада біздің корзиналарымыз дайын болды. Енді осы корзиналардың ішіне салатты саламыз. Корзиналарға салатты саламыз. Толтырып болғаннан кейін бетін укроппен әсемдеймін. Келесі салат, бұл өте жеңіл және өте пайдалы, ешқандай майонез қолданылмайды. Ол үшін мен қызанақты тураймын. Және қиярды тураймын. Листья салата пышақпен турасаңыз болады, болмаса қолмен үзіп салсаңыз да болады. Қызыл пияз, полукольца қылып тураймын. Ал енді кез келген бұрышты дәмінше қоса бересіз. Және зәйтүн майы, лимон согы және ақ түсті бальзамический уксус. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салат дайын. Әдемі және өте пайдалы. Енді нағыз ыстық тағамға көшетін болсақ, бұл бізде бүгінге жаркое деп танылып кеткен тағамның бірі, бірақ тауықпен жасалынатын болады. Ол үшін пиязды полукольца қылып тураймыз. Жалпы қандай формада турағыңыз келеді, солай турай берсеңіз болады. Пиязды ұсақ қылып турасаңыз, қатты езіліп кетуі мүмкін, сол себепті полукольца ең жақсы вариант. Дайын томаттың орнына мен осындай қызанақты қолданамын, және тұз, кептірілген чеснок, қара бұрыш, паприка және 2 лавровый лист, және кез келген басқа да бұрыштарды қолдансаңыз болады. Бүгін біз тауықты қолданамыз. Қыздырылған майға тауық еттерін салып, қызарғаны розовый түсі кеткенше бір қуырып аламыз. Одан кейін оған полукольца қылып туралған пиязды саламыз. Бірақ пиязды араластырмаймыз, бетіне салып қоямыз да 1 минут күтеміз. Одан кейін араластыруға болады. Пияз қызарып, жақсы қуырылғаннан кейін сәбізді қосамыз. Және сәбізді де араластырамыз. Қызанақты саламын. Және кобра дейміз біз осындайды. Оны да саламын. Жоқ болса салу міндетті емес. Бізге кішкене қышқылдан береді. Кішкене жақсылап араластырғаннан кейін 2 минуттай бұқтырамыз. Барлық бұрыштарды тұзды қосамыз. Ал енді қайнаған ыстық суды құямын. Және бір бұрқ еткенін күтемін. Одан кейін туралған картопты саламыз ішіне. Және 2 лавровый лист саламын.
Тамақ кішкене пісті деген кезде менде тоңазытқышта осындай бұрыштар сақталынады. Осы бұрыштарды саламын да астын өшіріп тастаймын. Қайнатпаймын, пісірмеймін, себебі бұрыштар езіліп кетеді. Және кез келген жасыл шөп, петрушка, укроп барлығын қолдансаңыз болады. Осымен тағамымыз дайын. Келесі десерт бұл бізде жеңіл торт. Жасалу жолы жеңіл. Бір жұмыртқаны араластырасыз. Және оған қант қосамыз. Араластырамыз. Және сұйық май қосамын. Оны да жақсылап араластырамыз. Келесі бөлек ыдысқа жылы бөлме температурасында тұрған айранды және ас содасын араластырамыз. Екеуін қосамын. Жақсылап араластырғанда көріп тұрсаңыз соданың реакциясы болып жатыр. Және ұнға какаоны қосып, сұйықтыққа араластырамыз. Сұйықтығы және осындай болып шығу керек. Қатты қою болу міндетті емес. Менде 22 сантиметрлі форма. Осыған салып 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламын. Жалпы мен торттың қоржықтарын тоңазытқышта, мұздатқышта дайындап, бір күн бұрын, бір апта бұрын дайындап сақтай беремін. Сонда сол күні сіз артық жұмыстан айырыласыз. Енді осы дайын болған қоржықты 3 бөлікке бөлеміз. Торттың кремі қаймақтан және қант пудрасынан тұрады. Жақсылап араластырамыз. Ал енді тортты жинай берсек болады. Торттың үгінділерімен жан-жағын әсемдеймін және грецкий орехты ұсақтап турап осылай әдеміледік. Жақында ауызашарға арналған тағы да бірнеше видео рецептер болады. Сол себепті каналыма тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын.